мен көріп отырып көптеген толғанысқа қалдым. Тәрбиеден артық тәлім жоқ. Ата мен ананың балаға берері ол құйтайынан бастап қанына сіңеді. Және де ол үлкейгенде де ол бала. Егер де дұрыс жолды таңдай білген адамдар ол дұрыс тәрбиеге байланысты. Өмір қалыптасуы сезімдеріменен ойларының барлығы қалыптаспаған жасты қалай тартып кетуге болатынын көрсеткен. Және онан қаншама қиындықпенен, қаншама өмірдегі жағдайлардың барлығын көріп, әбден кәдімгі тозып, сөйткеннен кейін барып, күйзелгеннен кейін барып, дұрыс жолға түспегеннің барлығын көрсетеді. Енді намазға келгісі келіп жүргендер, енді дінге келгісі келіп жүрген жандарға сабақ болады. Және де діннен адасып жүрген бауырларыма ол үлкен сабақ, біздің жолымызға, дұрыс жолға түсуіне үлкен сабақ болды, үлкен ой салатын дүние болды. Проблемадағы бірінші тәрбие көзі деп ойлаймын. Себебі осы арқылы осы аңсар орталығына үлкен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Бүгінгі қойылым арқылы біз оқушыларға кішкене болса да бір жүректеріне иман, осы бір тәрбиелік мән сыйладық деп ойлаймын.